егер бір адам қайтыс болған болса, ең бірінші оның қарызы бар ма жоқ па сол қаралады. Қарызы бар болса, артында қалған дүниесі болса, сол дүниесінен беріледі. Бізде кейде көріп жатамыз мынандай нәрсені, ол кісінің артында қалған дүниесін, әсіресе әйел адам болған кезде, үлкен әже болатын болса, ол кісінің бағанағы сақинасын, білезігін, сырғасын деген секілді барлығын жинап алып келеді. Бана үлкен сол әулеттің үлкен әжелері отырып, мынау келінге, мынау қызына, мынау пәленшеге, мынау түгеншеге деп бөліп беріп жатады. Енді оған шариғат көрсеткен мұрагерлер келісіп жатса, проблема жоқ. Және артында қарызы болмаса, проблема жоқ. Егер қарызы болатын болса, онда сол дүниелерін жинау керек та. Мысалы, қарыз иесіне, сен мына сақинаға ырзасың ба, сен мына білезікке ырзасың ба, осымен қарызың жабуға келісесің бе, егер қарыз аз мөлшерде болатын болса. Болмаса, соның барлығын жинап, оны сату керек та, соның ақшасын қарыз берген адамға беру керек. Ал енді оның дүниесін әлгінде әркімге бөліп беріп, одан кейін жаназа кезінде балалардың ішінен біреуін шығарып, так сен қарызы болса мойныңа аласың ба деп, оның мойнына іліп қою шариғат бойынша дұрыс емес.